işte болады, соны сұрап келесіз бе деп Бұл егер сол тауарды таратып жатқан адам ешкімге айтпа, бол саған ғана сол бағамен беріп жатырмын десе, бұл аманат болады. Оны сақтау керек. Мысалы, сен товар таратасың. Мен саған өзіңе жеке бағамен бердім. Мысалы да енді. И бұны біреуге айтпа деп айттым. Түсінікті ма? Мен біреуді алдап жатырмын ба? Жоқ. Біреуге зұлымдық жасап жатырмын ба? Жоқ. Оны айтпау керек. Аманат қылды ма? Сақтау керек. Енді ол, Аллаху алам, сенің айтып жатқаның басқа нәрсе болуы мүмкін. Ол, мысал, сен бір жерден бір арзанырақ тауар таптың да, оны басқалар біліп қойса, сен азырақ пайда көріп қаласың дегенде, е? Адам осындай жағдайларда айта бергені жақсы. Біреулерге айта бергені жақсы. Себебі оның айтқан сөзіменен, жоқ, сенің айтқан сөзіңменен сенің рызқың азайып қалмайды. Біздің елде бір сөз бар. Онда айтылады, кербен бөлек, рызық басқа нәрсе деп. Сөйтті ма? Кербенді білесіңдер ме? Ол кербен деген саудагерлерді товарлары келеді. Кербен бір нәрсе, рызық және басқа бір нәрсе. Сол кербенде товарын келді дегені барлығы бір түрлі бағада өтеді, барлығы да байып кетеді деген емес. Сол үшін өмірде қарайтын болсаң, мысал осы алдымызда тұрған дүкен. Біреу ашты да банкрот болады. Екінші адам ашады да қарасаң бар саудасы жүріп кетеді. Бола ма жоқ па? Тура сол товарды сатады. Мен үйімнің алдында бір үлкен магазин бар еді. Бір 4 жыл 5 жыл бұрын ашылғанда киім магазин ашып еді, банкрот болып адамдар кетіп, ешкім келмей, ақыры терезелерін сындырып адамдар тастап кетті барлығы. Ешкім келмей қойды. Ақыры товарларын болмаған бір тиын бағаға сатып, әйтеуір банкроттан құтылып кетті ма, не болды, Аллаху алам. Қазір біреу тура сондай киім қылып ашты, адамдар машине тоқтамайды ана жерде. Осылай тұрады машине. Субханаллах дейсіз ол. Сол тура сол товар. Сол киімдер. Айтсаң болады, мысалы, бұрында мынау шоколад сатқан, мынау құрма сатып жатыр деп та, мысалы. Құрма жақсы өтеді екен десең де, мысалы. Жоқ, осы жерде тура сол мәселе. Тура сол базар. Сол киімдер. Бірақ Алла субханаху ва таала мынаған берген, анаған бермеген. Түсінікті ма жоқ па? Сол үшін адам ондай дәрежеде рызықтан қорқуы керек емес. Түсінікті ма жоқ па? Өткенде хадисте айттым ғой сендерге. Е? Адам баласы егер өзінің рызқынан, ажалынан қашқандай қашса да, не деді Наби саллаллаху алейхи ва саллям? Ажалы оған жетіп келген сияқты рызқыда не қылады? Жетіп келеді. Егер қашсаң, өзі әдетте адамдар рызқының артынан жүгіреді ғой. Егер сен қашсаң артынан, сенің артынан қуалап жетіп келеді ол. Бір тамшы су ішуің керек болса, соны ішесінде сосын өлесің. Періште жаныңды алмайды, соны ішпегенше. Түсінікті ме жоқ па? Бірақ бұл нәрсе ақиқатта бұл иманға, Аллахтың тағдырына, оның беретін рызқына, өзіңе жазылған нәсибеге иман келтіруге қайтады. Түсінікті ме жоқ па? Рызықтан қорыққан адам тағдырға болған иманның әлсіздігінің белгісі, ол анық нәрсе. Кәпір деп айтылмайды ондайды. Бірақ әлсіздік бар. Түсінікті ме? Сол үшін осындай нәрселерді кешірімді болған жақсы. Кеңірек. Бұл бір жағы. Екінші жағынан арығы бағаны сұрап тұрған бауырларда азғантай инсап қылғаны жақсы. Сен сұрадың, айтпады. Қоя сал болды енді. Артынан жүріп, айт, неге айтпайсың? Сараңсың ба, өлдің ба, анауда, мынауда деп, кейін бауырларға айтып, мынадан сенен сұрадым, айтпады, болды, дүниені жақсы көреді. Сен сонда дүниені жақсы көрмейсің ба? Дүниені жақсы көргенінен сұрап жатсың ананың. Ана адам қап-қара, сен ғана аппақсың. Ол болмайды. Былай да теріс кетіп қалмай. Былай да. Сен сұрамай емес, сұра.
ризқыңның себебін алуға ақың бар ма жоқ па? Ақың бар, бәлкім бұйырылғансың. Себепті аласың, шариғатқа сай. Пәленшеден мына тауарды қаяқтан алдың десе, кешіресің, айта алмаймын десе, болды, кешіріп қоя сал соны. Сонымен бар басқа біреуден сұра. Жоқ, басына тұрып алады, айтасың. Әсіресе бауыры болса, намаз оқитын болса, ол қаттырақ тиеді оған. Сен анандайсың. Көшедегі намаз оқымайтын біреулер болса, одан сұрай алмайды да. Кетші бар дейді анау. Солай ма жоқ па? Сұраса, айтпаса, жақсы деп үндемей-ақ қоя салады. Оған мәміле жақсы да, өзінің иманда, исламда, таухидта жүрген бауырын жоқ, оған аямай сөйлейді оған. Солай ма жоқ па? Бауырлардың арасында таратады оның. Мынандай бұның минусы бар. Бұл деген дүниені жақсы көреді деген. Біреуден біреуге болыспайды деп. Түсінікті ма жоқ па? Ол жақсы емес. Балайда әркім бағанаға айтқанда өзінің ақысын білсе жақсы. Сұра емес, сұрамай емес. Сұраса, айтса, ана адамның айтқаны жақсы. Уаджип деп айтып жатқан жоқпыз. Бұл жерде уаджип, арам деген нәрсе кетіп жатқан жоқ. Бұның барлығы әдеп, ақлақ бабынан, иә? Айтса, алхамдулилла. Алда саудаңды істей бер. Айтпаса, үндемей кете бер. Оның айтпағандығы үшін сенің ризқың тоқтап қалмайды. Аллах білуіміз керек. Пенде бір есікті жапса, Аллах ар жақтан 10 есікті ашып қоюы мүмкін. Егер ашуын қалаған болса. Егер ашуды қаламаған болса, пенде саған 10 есікті ашып қойсын, біреуінен де пайдаланбайсың. Есек сияқты істейсің, жинайсың да, ақырында біреулер мүлкіңе ие болады да өліп кетесің. Жинағаннан не пайда? Сенің дүниеде адам суретіндегі есек болғаның қалмаған болса, басқа ештеңке. Себеп тапқан ақшаңнан не садақа қылдың, не жедің өзің, не іштің, не тұрдың. Қалған адамдар жеп жатыр оны. Бала шағаң немесе кімдер? Аллаху алам. Немесе бір ұры келеді де ұрлап кетеді. Неге жеттің? Мал мүліктің көптігіменен ризқың кең деген емес ол. Ризық шектеп қойылған нәрсе. Сол үшін қанша миллионер, миллиардер адамдар бар, бір кесе су іше алмайды бауырлар. Ауыр келеді. Мүмкін емес, врач тоқтатқан, өлесін егер бір кесе ішіп қойсаң. Жарты кесе ішу керек. Ет жей алмайды, сорпа ішу керек ол тек қана. 20 жылдан бері ет жемейтін адамдар бар. Миллиардер. Оған ризқын Аллах шектеп қойған, жей алмайсың бала. Қаяққа барсаң бар, жей алмайсың. Сенікі емес ол еттер. Еттер біреудікі. Түсінікті ме жоқ па? Қайда барасың? Рызықтан қорқудың қажеті жоқ. Сол үшін кеше айттым ғой сендерге. Хасан Басри рахимахулла айтады, менің ризқымды басқа біреу ала алмайтын екенін білгеннен кейін рахаттанып қалдым. Тыныш. Амалымды басқа адам істемейтін екенін біліп, сонымен шұғылдандым. Сонымен шұғылданайық. Амалымызбен шұғылданайық. Себебі біз үшін біреу істемейді. Сен өзің намазың, зекетің, хажың, оразаң, барлығы амалына өзің жауап бересің. Біреу жауап бермейді. Сонымен шұғылданайық. Amma ризықты Аллах субханаху ва таала өзі береді. Солай ма жоқ па? Және бір нәрсе осы тақырыпта ғалымдар айтады, адам баласы әлсіз болып қалған уақытта солай істейді. Өзі ол үшін жаратылған нәрсені ұмытады да, өзі үшін жаратылған нәрсенің артынан жүгіреді. Біз не үшін жаратылдық? Құлшылыққа. Осының артынан болуымыз керек негізінде. Осы дүниедегі бәр нәрсе кім үшін жаратылды? Біз үшін жаратылды. Түсінікті ме? Біз үшін жаратылды. Біз үшін жаратылған нәрсе өзі келетін екенін біліп тұрып, артынан жүгіре береміз да. Біз ол үшін жаратылған нәрсеміз бар. Ол не ол? Құлшылық. Оған бармаймыз. Негізінде соның артынан болуымыз керек біз. Аллахқа болған шариғат, дін, амалдың артынан болуымыз керек. Артынан рызық келетін нәрсе келеді. Осы жердің астындағы бір мұсыр жейтін құртқа Аллах рызық беріп жатыр. Сен адамсың ғой сен. Сол құрттың рызығы келеді. Солай ма жоқ па? Жердің астында. Соған жетіп жатыр. Саған Аллахқа сәжде қылып, оны ұлықтаған пендеге рызқың келмей ме? Келеді саған да. Одан қорқпау керек адам. Бірақ ол дегені қорқпа дегені үйінде жата бер, бір күн кеп қалады деп жатқан жоқ. Себебін ал. Адал себепті ал да әрекетіңді қыл. Кейін Аллах өзі қалаған болса береді, қаламаған болса 100 000 адам әрекет қылсын, бермейтін нәрсені ешкім саған бер алмайды ешқашан. Сол үшін біз намазда дуа қыламыз ғой ақырында. Аллахумма ла мани алима атай. Не деген ол? 5 уақыт намазында дуа қыламыз қараңдар. Аллахумма ла мани алима атай. Аллах,
Sen bergeningni qaytarushi yo'q. Wala mu'tiya liman mana'at. Sen bermegeningni bizga berushi yo'q. Bu ashi tilde bo'lmasin. Bilib olaylik arabcha bilmesek de Allohga ne deb aytib жатырмыз. Tushundingmi yo'qmi? Әсіресе namaz bitkenden keyin, namazды bittikda, namazdan chiqib qayerga boramiz? Bazarga boramiz da, qayerga boramiz? Tirikchilikka, tenge tabuga boramiz, durustmi yo'qmi? Mana o'sha yerda namazingni o'rnadingmi? Tenge tabudan burun iymoningni durustab ol. Retteb al, zerteb al. Ne narsa isteysin de, qanday yo'lmen isteysin. La mani'a lima atay. Bergeningni qaytarushi yo'q. Wala mu'tiya liman mana'at. Sen bermeytindi, berushi yo'q. Осы сеніммен аяқ қоятын болсақ, алхамдулилlah, қазір қанша сол саудагер бауырларымыздың арасында болатын келіспеушіліктер, бір-бірін жек көру, жақтырмау, түсінбеушілік деген нәрселер біраз жеңіл шешіледі. Біраз шешіліп бітеді демейміз, біраз жеңілдеп қалады бейміллә. Аллаху алам.